Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 3 наурызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгін сіздің жолыңызда ұзақ уақыт бойы сіздің тірегіңізге айналатын адам кездесуі мүмкін. Қайырлы таң, жедел жұмыс күні және тыныш кеш болады. Біреу сіздің іс-әрекетіңізді бағалайды деп үміттенбеңіз. Жай сезінген нәрсеңізді жасай беріңіз. Сонда сіз көп ұзамай оң нәтиже көресіз. Өзенге 2 рет кіре алмайтыныңызды ұмытпаңыз. Бүгінгі болып жатқан оқиғаларды бақылауды жоғалтпауға тырысыңыз. Апатқа ұшырамас үшін көлікпен сапар шегуден аулақ болуыңыз керек. Бүгін қандай да бір шабыт беріп, дамуыңызға үлес қосатын керемет шараға қатыса аласыз. Жақындарыңыздың психологиялық қолдауына мұқтаж болуыңыз мүмкін. Қаржылық мәселелер бойынша басшылықпен байланысуға дұрыс уақыт емес. Адалдық пен табандылық көп ұзамай өз жемісін береді. Жұлдызнама сізге ең қызу пікірталас кезінде де әдептілік шегінен шықпауға кеңес береді. Әйтпесе кері әсері тиюі мүмкін. Күткен ұсынысты аласыз. Бүгінгі күні бикештер өздерінің ұйымдастырушылық қабілеттерін жоғалтуы мүмкін. Нәтижесінде жұмыс аққу, шортан және шаянға ұқсайды. Бүгін ешкімнен ештеңе сұрамау керек. Не болмасын, иықтан шабуға болмайды. Сіздің барлық әрекеттеріңіз ойластырылған болуы керек. Егер жұмыстағы әріптесіңіз сізді тағы да ілмекші болса, оны елемей дәл сол тонмен жауап бере аласыз. Бақылаушы позициясын ұстанғаныңыз жақсы. Үйлену туралы ұсыныс жасалуы мүмкін. Жағымсыз ойлардан арылыңыз. Егер өз беделіңізді сақтағыңыз келсе, сізге жүктелген тапсырманы жауапкершілікпен қабылдаңыз. Кінәліні жоқ жерден іздемеңіз. Өз іс-әрекеттеріңізге жауапкершілікпен қарауды үйреніңіз. Ескі досыңызбен кездесу болуы мүмкін. Оны көргенде өте қатты қуанасыз. Ол адам бір жерге шақырса, бас тартпаңыз. Сізді ашуландыратын нәрсе болса, оны жүрекке қабылдамауға тырысыңыз. Ертең бұл сізге қатысты болмай қалады. Балықтар үшін ауқымды сатып алулар үшін қолайлы кезең басталды. Мысалы, пәтер немесе автокөлік. Бүгін жасалған игі істер балықтарға ішкі үйлесімділік береді. Наурыздың үшіне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».